Мектепке дейінгі шағын орталығы бар Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жаңа дәуір тарих өзін-өзі тану пән бірлестігі 2021-22 оқу жылының қорытындысы. Бірлестік жұмысын жандандыру, сол үшін кезекті мәселелердің сапалы өтуіне қадағалау жасау және ондағы мәселелердің басым болу жағын қарастыру. Тарих өзін-өзі тану пән бірлестігінде 12 ұстаз жұмыс жасайды. Соның ішінде 2 мұғалім декреттік демалыста. Жаңа дәуір пән бірлестігінің 2021-22 оқу жылына арналған 10 күндік жоспарға сай 8 қараша мен 19 қараша аралығында өтілді. Тақырыбы тарих өткенге сабақ, келешекке өнеге. Барлық мұғалімдер 10 күндікке белсене атсалысты. 10 күндік өз деңгейінде атқарылды. Сонымен қатар, сыныптан тыс іс-шаралар да өз деңгейінде өткізілді. Сыныптан тыс 10 күндік іс-шарасы аясында құқық бұзушылықтың алдын алу, экстремизм және терроризм ұғымдарымен таныстыру, діни ахуалдық жағдай және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл сынды сыныптан тыс іс-шаралар өткізілді. Биылғы оқу жылында дарынды және білімінде олқылығы бар оқушылар тізімі анықталып, үнемі жұмыс жүргізіліп отырды. Биылғы оқу жылы тарих өзін-өзі тану пән бірлестігінің аудандық пән олимпиадасында Левинская Милана 3-ші орын, Раш Ағарке 2-ші орынды иеленді. Сонымен қатар халықаралық Золотое руно байқауында жүлделі орындардан көріндік. Сондай-ақ Ермұхан Бекмаханұлының 4-ші республикалық қашықтық олимпиадасында да жоғары дәреже көрсеттік. Аудандық жыл мұғалімі 2022 байқауында Қастеева Гүлбақыт Нұрпейісқызы 2-ші орын иегері атанды. Облыстық республикалық жетістіктеріміз де аз емес. Облыстық құрмет грамотасымен Бекболаева Айнагүл Ақылшақызы марапатталды. Сондай-ақ облыстық бақытты бала болашақ кепілі дебат клубының жетекшісі Адилова Ғалия Бейсенбайқызы да алғыс хатпен марапатталды. Және Ұшқырой алаңы дебат клубының командасы аудандық кезеңнен 1-ші орын алып, облысқа жолдама берілді. Облыстық бақытты бала болашақ кепілі дебат клубының атынан белсене қатысқан үшін марапатталды. Сонымен қатар, өзін-өзі тану пәнінен Оспанғазиева Айзере аудандық облыстық пән олимпиадасынан 1-ші орын иеленіп, республикалық пән олимпиадасына жолдама алып, жүлделі 2-ші орынға ие болды. Айзере 2022 жылдың 25 мамыр күні Талдықорған қаласында Жетісу дарын орталығында Алматы облысының әкімі Бозымбаев Қанат Алдабергенұлының қолынан 2-ші дәрежелі диплом және 75 мың теңге көлемінде сыйақы сертификатын алды. Бұл Айзереге білім берген барлық ұстаздардың жалпы ұжымның жетістігі. Сондай-ақ оқушыларымыз Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығының 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдарымен марапатталды. Дайындаған ұстаздар Бекболаева Айнагүл Ақылшақызы, Сапарова Индира Ақылбекқызы, Еселбаева Ардақ Қанатқызы, Қастеева Гүлбақыт. Пән бірлестігінің алдына қойған мәселесі оқытудың жаңа әдістемелерін пайдалана отырып, оқушыларды шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыландыру, адамгершілік тәрбие беру. Назарларыңызға рахмет.